Бүгін осындай мини бәліш дайындадым. 500 грамм ұн алдым. 1 жұмыртқа, 50 грамм маргарин, осының үстіне 1 стакан сүт, 1 стакан қайнаған су, тұзын саламын. Осыншама ас содасын салып, қамыр елеймін. Енді бетін жауып 10 минутқа қалдырамын. Қамырдың арасына салатын салма дайын. Бұл жерде тауықтың еті, пияз, сәбіз қосылып қуырылған. Арасында сарымсағы бар, тұз бұрышы бар. Картоп ашылып дайын тұр. Мына жерде капуста. Капустаны тұз сеуіп, әбден мұжғылап алдым. Сөлі шығып, әдемі болып тұр міне. Қамырдың ішіне бәрін салдым. Енді бетін жауып, жан-жағын жинап бүремін. Жұмыртқасының бетіне жағып, 180 градуста қызып тұрған духовкаға 50 минутқа қоямын. Енді осы сәтте ішіне қайнаған су құямын.